Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Осындай спираль мәтіндерді қалай қолдану керек және қалай жасау керектігін осы видеода көрсетемін. Бұндай спираль мәтіндер оқушылардың назарын бірден аударады және олардың қызығушылықтарын оятады. Оқушылар мәтінді айналдыра отырып оқуы керек. Бұл әдіс fizisite.com сайтымен жасалады. Google поисқа fizisite спираль деп жазамыз. Міне бірінші шыққан сайтқа кіреміз. Мұнда спираль мәтін жасаудың бірнеше түрлері бар. Жүрек тәрізді, жұмыртқа пішінді түрлері. Ирек сызықтар бойымен орналасқан мәтінді де жасауға болады. Бізге керегі дөңгелек пішіндегі мәтін. Алдын ала мәтінді көшіріп дайындап алып, мына жерге текстті қоямыз. Текстті қойып болған соң, оң жақта превью батырмасын басамыз. Мінекей мәтін дайын. Енді жүктеп алып қолдана беруге болады. Жүктеу үшін оң жақтағы download батырмасын басып, көшіріп аламыз. Ондай әдістер сабағыңыздың қызықты өтуіне септігін тигізеді деп ойлаймын. Қолданып көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Тағы да осы сияқты түрлі әдістерді көріп отыру үшін тіркеліп алыңыз.